Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті сыбайлас жемқорлық профилактикасы басқармасы өзінің кезекті бейнедәрістерін жалғастырады. Біз өткен бейнедәрістерімізде жеке тұлғалардың лауазымды тұлғаға заңсыз сыйлық беруі, сонымен қатар лауазымды тұлғаның заңсыз сыйлық алуының арттары неге әкеліп соғатындығы жөнінде тоқталған едік. Ал біз бүгінгі дәрісімізде заңды тұлғаның лауазымды тұлғаға сыйлық беруінің арты неге әкеліп соқтыратындығы, немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында қандай жауапкершілік көзделгендігі жөнінде тоқталатын боламыз. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 678 бабына сәйкес заңды тұлғалардың заңсыз материалдық сыйақы беру жөнінде нақты көрсетілген. Яғни, егер де заңды тұлға мемлекеттік функциялар атқаруға өкілеттік берген тұлғаларға заңсыз сыйлық беретін болса, оның арты 750 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл әкелуге соғады. Сонымен қатар, бұл жағдай бір жылдың ішінде 2 рет қайталанатын болса, онда 1500 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл әкелуге соғады. Сондықтан, құрметті заңды тұлғалар, сіздердің белгілі бір есептер тапсыру кездерінде немесе белгілі бір қызмет алу кездерінде заңды өкілеттік берген тұлғаларға, яғни мемлекеттік қызметшілерге, басшыларға заңсыз сыйлық беруге болмайтындығын ескерткіміз келеді. Қазақстан Республикасының заңдарын сақтайық.